Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып математика сабағы, 85-ші сабақ. Бүгінгі сабақ көрген алдын менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау шөтемесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз 17-ді 5-ін 84-ті 4 түріндегі кестеден тыс көбейту және бөлу. Мысалы, біз бұл бөлу көбейту кестесінде жоқ, бұлар көбейтуден тыс болады. Үлкен сандар, мысалы 2 таңбалыны 1 таңбалы көбейту, ондықтарды бірліктегі көбейту деген сияқты қиындау болады сіздерге. Осы кестедегі ауызша көбейту және бөлу амалдарын орындаймыз. Бірінші есеп. Өрнектерді мәнімен сәйкестендіріп, әр картинаның қандай бояумен салынғанын анықта дейді. Мысалы, біз мына есептерді көбейтулердің мәнін тапсақ, осы картинаның қандай бояуға салынғанын анықтаймыз. Мысалы, біріншісі 14 көбейту 11 Абжанованың қысқы бақ деген суреті қандай бояумен боялғанын анықтаймыз. 14 көбейту 11 дегеніміз 14 көбейту 11 дегеніміз 11 тең 10 қосу 1 деп аламыз. 10 көбейту 10 көбейту 4 деп алсақ 40 болады. 40-қа 11-ді қоссақ 40-қа 11-ді қоссақ 40-қа 11-ді көбейтсек 400 болады ма? Бұл 462 темпера деген немен боялған. Осылай барлығын есептеп шығарып, мына жерге қай не келеді? Мысалы, бойы 14 көбейту 11 есептеп аласыздар. Бұл 154 деген. 14 көбейту 11 154 бұл акрилден жасалған екен. Ал келесі 22 көбейту 11 дегеніміз бұл 242 болады. Бұл деген сөз акварельден жасалған мына бояу. Қастеевтің көкжайлау суреті. Ал Пашкованың Венеция суреті 442 көбейтеміз 11-ге 462 бұл темперадан жасалған екен. Осылай тауып аласыздар балалар. Келесі есебіміз қалай есептелгенін түсіндір. — 17 көбейту 5 дегеніміз 17-ні көбейту 17 деген санды біз 10 қосу 7 деп аламыз. Мәнді 10-ды қосамыз бірлікке. Сосын көбейту. Енді оны 10-ды 5-ке жеке көбейтіп аламыз. 7-ні 5-те көбейтіп аламыз. 10-ды 5-те көбейтеміз. Және 7-ні 5-те көбейтсек 50 болады. 10-ға 50, ал 7-ге 5 35 екеуін қоссақ 85 болады екен. Жауап. Осылай бөлек бөлшек деп аламыз көбейткен кезде. Мысалы, сразу 17-15-ті мысалы көбейте алмайсыздар. Осы тәсілмен шығарсаңыздар болады. Келесі 84 бөлу 4 деп алсақ, бұл жерде 84 бөлу 4, 80-нің мұнаның өзін жақша ішіне 80 қосу 4 деп аламыз. 84-ті. Одан кейін бөлеміз 4 деп аламыз. Енді жауабы 21 болады. Яғни 80 бөлу 4 және 4 бөлу 4. 84-ке бөлсек 20, 4-ті 4-ке бөлсең, екеуін жеке бөліп аламыз. 21 болады. Келесін 963 де сондай бөлу 3 деген 900 қосу 60 қосу 3 деп аламыз. 963-ті бөлшектеп қосып аламыз. Одан кейін 3-ке бөлеміз. Жауабы 321 болады. Келесі 3-ші есеп 17 көбейту 3. Бұл жерде дәл солай. Жақшаның ішінде 17-ні 10 қосу 7 болады деп аламыз. Одан кейін көбейтеміз 3-ке. Одан кейін 10-ды 3-ке бөлек, 7-ні 3-ке бөлек көбейтеміз. 2-де 30 қосу 21 болады. Жауап 51 болады. Қалған есептерді дәл солай шығарасыздар балалар. Бөлуді де көбейтуді де дәл осылай шығарасыздар. Келесі амалдардың орындалу ретін анықтап есепте дейді. Мысалы, бірінші амалымыз 90 450 бөлінген 5 деп аламыз. 90 болады. 720-ны бөлген 90-ға 80 болады. Бұл жауап 170 болады. Келесі 580-ді 810-ды 9-ға бөліп аламыз. Бірінші амал 90 болады. 580-нен 90-ды азайтамыз. Және 210-ды қоссақ 700 болады.
Келесі 480 азайту 390 қосу 240 бөлу 80. 240-қа 80-ді бөлсек, 480-ден 390-ды алсақ 90, және 240-ты 80-ге бөлсек 30, иә? Мына жерде 30 болады. 90-ға 30 қоссақ 111 болады, иә? 110 болады. 120 дегенім. Осылай жазып қойсыздар болар. Қалған есептерді дәл солай шығарасыздар. Келесі есебіміз қойылған тіктөртбұрыштардың сандарын қима қағазын жаз, басқа қима қағаздарға осы сандарға көршілес сандарды жаз дейді. Қима қағаздарын араластырып, оларды кеміретін орналастыр дейді. Мысалы 300-дің жан-жағында 300 және 302 бар. 607-нің астыңғы жағында 606 және жоғарысында 608 бар. Енді 806-ның 805 бар астында және жоғарысында 807 бар. Енді 509-ның 508 бар астында және жоғарысында 510 бар. Ал мұнда 469 бар астында, ал мұнда 471, иә? 407-нің 406 болады астыңғы жағы, ал 400 жоғары жағы 8 болады. Осылай есептейсіздер болар. Келесі 6-шы есеп, бұларды дайын жазып қойғанмын. 300, мысалы, біріншісін көрсейін, 300 көбейту 4, 304 көбейту 2 тең 300 қосу 4 деп аламыз. Оны одан кейін бөлек-бөлек көбейтеміз. 300-ді 2-ге, 4-ті 2-ге көбейтеміз. Бұл деген сөз 608 болады. Ал бөлу амалында дәл солай 604 бөлу 2 тең ақша ішінде 600 қосу 4 деп аламыз. Одан кейін 2-ге көбейтеміз. Бөлеміз деген 600-ді 2-ге бөлсек 300 болады. 300 болады. 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады. Қосу 1 тең 301 болады екен. 301. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Бірінші бағандағы мысалда есептеу тәсілін түсіндіріп, осы білімін пайдаланып, екінші бағандағы мысалдар шығарамыз, иә? Түсіндіре отырып зерттейміз. Мысалы, 314 көбейту 2 деп тұр екінші Б-да. Ал бірінші А тапсырмасында, мысалы, 200 қосу 4 бөлік қосу 2 бөлек-бөлек қосылады екенбіз. 300 қосу 10 қосу 4 деп алсақ болады. Немесе 300 қосу 14 деп алсақ та болады. Оны көбейтеміз 2-ге. 300-ді 2 көбейтсек 600, 14-ді 2 көбейтсек 28. Сонымен 628 болады. Келесі есебімізді дәл солай 111 көбейту 5, 111 қосу 5 болады. 100 қосу 111 тең қосу 5 болады. Не жерде көбейту? Көбейту қапты. 100-ді 5-ге өтсек 500, 11-ді 5-ге өтсек 55, 555 болады. Қалған есептерді дәл осылай шығарасыздар, балалар. Өздеріңіз осы алдында шығарған есепке қарап тұрып, мына қалған есептерді шығарыңыздар. 963 бөлінген 3-ті, 396 бөлінген 3-ті және 842 бөлінген 2-ні өздеріңіз жазып аласыздар. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтар кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.